Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен мен Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз мышық анатомиясы. Латынша cerebellum деп аталады. Яғни тақырыбымызды бастамас бұрын каналға өз үлестеріңізді қосу үшін тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, пайдалы ақпараттармен алдағы уақытта тағы бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. Бізде мышық анатомиясына келетін болсақ, мышық үлкен ми қыртысы, яғни соңғы мидың кіші версиясы секілді дәл. Яғни оның сыртқы бетінде жүлгелері бар және иірімдері бар. Бірақ үлкен ми қыртысынан айырмашылығы жүлгелері терең емес. Бірақ иірімдер түзеді. Яғни мышықтың бізде орналасуы, жалпы айтқанда 3 ми шұңқырын алып қарастыратын болсақ, артқы ми шұңқырында, яғни фосса крани постериорда орналасқанын көреміз. Алдыңғы, ортаңғы ми шұңқырында бізде көріп тұрғанымыз маңдай үлесі орналасқан болатын. Ал ортаңғы ми шұңқырында фосса крани медиуста екі самай үлестер, яғни бізде орналасқан болып келеді. Және мышықтың сыртқы құрылысына қарайтын болсақ, ортаңғы бөлігінде вермисті, яғни құртты ажыратамыз, және оның екі жағында вермиске жалғанатын екі жарты шарын, яғни хемисферия cerebelliді. Үлкен ми cerebri, ал кіші ми сәйкесінше мышық бізде cerebelli деп аталады, cerebellum. Яғни салмағы 150 граммды құрайды. Көлденең ұзындығын қарайтын болсақ, оңнан солға, солдан оңға қарай 10-12 сантиметр. Құрттың деңгейінде бізде вермистің деңгейінде 4 сантиметрді бойлық ұзындығы, ал хемисферия cerebelliдің құрамында 6 сантиметрге дейін созылып жатады екен. Және де мышықтың біздегі негізгі көріністерін, яғни беттерін алып қарастыратын болсақ, жоғарғы жағынан көрінісін көрсек болады. Оны мына препаратта осы жерден басталып, мына жаққа дейін созылып жатқан көреміз. Ал жоғарғы жағынан көрінісін көретін болсақ, осы төменгі және алдыңғы жағынан көрінісі бізде, яғни ми бағанын және де қарыншаны алып тастаған кезде, ортаңғы мышық аяқшасының деңгейінде кескен кезде осы мышықтың төменгі және алдыңғы беттерін көретін боламыз. Мышықтың алдыңғы бетінде көріп тұрғанымыздай ортаңғы ми, көпір және сопақша ми орналасқан. Бұлардың орналасу себебі сопақша ми мен көпірдің артқы бөлігі ромб тәрізді шұңқырдың түбі, немесе басқаша төртінші қарыншаның түбі деп атаймыз, соны құруға қатысады. Алдыңғы лекцияларда айтып кеткен болатынмын, неврология плейлисті дегеннен алып көрсеңіздер болады сопақша ми көпірдің анатомиясында. Олардың артқы беті, яғни ромб тәрізді шұңқырды түзуге қатысады. Ал олардың бізде, яғни крышасын, үстінен жауып тұратын төбесін, дәл осы мышықтан аяқшалары, ортаңғы, жоғарғы және төменгі аяқшалары түзуге қатысады, және ми желкендері түзуге қатысады. Оның бәрін алдағы уақытта талдайтын боламыз. Қазір видеода айтып кететін боламын. Соңына дейін тыңдасаңыздар. Енді мышықтың бірінші қызметіне келетін болсақ, оның негізгі қызметі, яғни координация деп атаймыз, немесе қимылдарды үйлестіру деп атасақ болады. Бізде қимылдарды дәл, яғни бірізділігін, үйлесімділігін қамтамасыз ететін, мысалы, көзімізді жұмып тұрып, яғни қолымызды, саусағымызды мұрнымызға тигізу деген секілді, яғни іс-қимылдар жасап көрсек болады. Тепе-теңдікті сақтау, яғни бұл дене қалпын және тепе-теңдікті вестибулярлық аппарат арқылы реттейді. Вестибулярлық аппарат қай жерде орналасқан, яғни ішкі құлақта орналасқан десек болады. Нервус вестибула кохлеарис арқылы, яғни рамус вестибулярис тармағы арқылы реттелетін болады. Оның бізде 4 ядросы бар деген болатынбыз ромб тәрізді шұңқырдың жоғарғы, яғни үшбұрышында, яғни латеральды, медиалды, жоғарғы және төменгі вестибулярлы ядролар. Осыларды бізде мышықпен бірге үйлесімді қызмет атқару арқылы жұмыс істейді екен, яғни ол ядролар көпірде орналасқан. Жаңа айтып кеткен 4 ядро. Және де бұлшықет тонусын реттеу, бұлшықеттердің қаттылығы мен, яғни босаңдығын тең ұстайды. Және де қозғалысты үйрену, есте сақтау. Мысалы, оған қалай мысал келтірсек болады? Мысалы, велосипед айдап үйрену деген секілді. Егер де велосипед айдап бір үйренсек, ол өмір бойға сақталады. Яғни тепе-теңдікті ұстай аламыз. Және көз бен дене қозғалыстарын сәйкестендіруге де осы мышықтың үлкен үлестері бар екен. Яғни статика кезінде, динамика кезінде де бізде мышық осы атқарылған қызметтерді реттеп отырады негізінен.
Енді мына жерден көретін болсақ, мыйшықтың сыртқы құрылысында яғни қыртыстың кортекс церебелли, ал ішкі жағында мыйлық зат немесе ақ затын, яғни субстанция альбаны көреміз. Ал мына бұтақтар секілді құрылымды біз өмір ағашы деп атаймыз. Бұны міндетті түрде сұрайтын болады негізі медициналық универлерде, яғни арбор вита. Жаңа айтып кеткен сопақша ми, көпір, ортаңғы ми мыйшықтың алдында орналасады. Енді мыйшық аяқшаларына келетін болсақ, педункули церебелларис деп аталады латынша. Бізде мыйшықтың үш негізгі аяқшасын алып қарастырамыз, яғни ол жоғарғы, ортаңғы және төменгі мыйшық аяқшалары. Бізде мыйшық аяқшалары негізі неден түзіледі десек, бұл өткізгіш жолдар, яғни аксондардың миллиондаған шоғырлары бізде мыйшықтың аяқшаларын түзеді. Дәл осы жоғарғы мыйшық аяқшасы бізде эфферентті болып табылады, қимылдатқыш. Ал бізде ортаңғы және төменгі мыйшық аяқшалары сезімтал, яғни афферентті болып табылады екен. Енді осы біз аксондардан құралады дедік қой, өткізгіш жолдардан. Бұл өткізгіш жолдарға не кіреді? Дәл осы жоғарғы мыйшық аяқшасы бізде ортаңғы мимен байланысады. Қарап тұрсақ, ортаңғы мимен байланысқан көреміз. Төменде де ми желкенін көреміз, мына жақта да. Төртінші қарыншаның жоғарғы жағын жауып жатады. Енді бұл жоғарғы мыйшық аяқшасы арқылы трактус церебелла таламикус өтеді. Мыйшықтан таламусқа, яғни эфферентті жол деп айтқан болатынбыз. Трактус церебелла рубралис өтетін болып табылады. Яғни ортаңғы мимен байланысады дедік, ал жаңағы нуклеус рубер болса қызыл ядро, дәл осы ортаңғы мида орналасқан құрылым болып табылады негізінен. Яғни мыйшықтан ортаңғы мидағы қызыл ядроға дейін барады. Трактус спина церебелларис anterior, говерс будасы. Говерс будасы сонау жұлыннан басталған. Жұлынның бүйір бағандары, яғни ақ затынан басталып, бізде осы яғни мыйшыққа дейін келетін буда болып табылады. Бұның негізгі қызметі қандай десек, бізде жаңағы бұлшықет буынынан келетін проприорецептивті сезімдерді бетке емес терең сезімдарлыққа жататын жол болып табылады. Говерс және флексик жолдары. Флексик бізде төменгі мыйшық аяқшасында. Ал жоғарғы мыйшық аяқшасы арқылы бізде осы говерс будасы өтеді. Алдыңғы жұлын мыйшық жолы. Енді бұл не қызмет атқарады десек, денеміздің жоғарғы бөлігінен, яғни қолдарымыздан импульстер тасымалдайды. Енді бұлардың барлығын қызметін айтып кеттік. Мыйшықтан ақпаратты таламусқа жеткізеді, цереброталамикус, церебра рубралис ортаңғы миға жеткізеді, және спина церебелларис anterior жоғарғы жақтан қолдардан мысалы қозғалыстарды орталыққа дейін жіберетін болып табылады. Яғни ерікті қозғалыстардың нақтылығын қамтамасыз ететін болып табылады. Енді келесі көріп тұрсақ, ортаңғы мыйшық аяқшасы. Яғни ортаңғы мыйшық аяқшасы өте жуан шоғырлардан тұрады құрамында. Көріп тұрсақ, жоғарғы мыйшық аяқшасы ортаңғы мыйшық аяқшасына қанша есе кішкентай екенін көрсек болады. Бұлардың құрамында ең керек, яғни бұл көпірмен байланысқандықтан, көпірмен тікелей байланысқандықтан, бұл трактус понтоцеребелларис, яғни көпір мыйшық жолы. Көпірде мыйшыққа тасымалдайды. Ал көпірде мыйшыққа сигнал қайдан келеді десек, біз көпір анатомиясы деген тақырыпты айттық. Бірінші қыртыстан, яғни көпірге дейін келеді. Трактус кортика понтинус деген жол бар. Трактус кортика понтинустан келіп, бізде осы көпірде орналасқан көпірдің меншікті ядросы болады. Нуклеус пропри понтинус. Соған беріледі сигнал. Сөйтіп, нуклеус пропри понтинустан трактус понтоцеребелларис шығады. Дәл осы жол. Осылайша бізде қыртыстан бастап мыйшыққа, яғни қыртыстан көпірге, көпірден мыйшыққа бізде сигнал берілетін болып табылады. Яғни үлкен мимен тығыз байланысады десек болады. Осы жолды міндетті түрде білу керек негізінен. Келесі бізде төменгі мыйшық аяқшасы педункулус церебелларис inferior. Ол жаңа айтып кеткен сопақша мимен жалғасады, медула облонгатамен. Енді оның құрамына не кіреді? Яғни жұлыннан бастау алатын бізде жаңа айтып кеттік. Алдыңғы мыйшық жұлын будасы говерс жолы жоғарғы мыйшық аяқшасында өтеді. Ал бұл флексик будасы импульсті төменгі жақтан жеткізуге қатысады. Яғни бұл афферентті жолдар. Ортаңғы және төменгі аяқшалар. Жоғарғы аяқшасы эфферентті.
Енді трактус спина cerebellaris posterior флексив будасы аяқтардан, трактус bulba cerebellarisті көрсек болады, бульба мышық жолы, трактус олива cerebellarisті көрсек болады. Олива яғни сопақша мидың алдыңғы жағында орналасқан алдыңғы латеральды жүлге мен олива арты жүлгелердің арасында орналасқан. Дәл соның ішкі ағзатында бізде олива ядросы, nucleus olivaris орналасқан. Және келесі трактус vestibula cerebellaris, яғни кіреберіс жұлын жолы. Бұл да тепе-теңдікті сақтауға қатысады негізінен. Енді барлығының қызметі жаңа айтып кеткен дененің төменгі бөлігі спина cerebellaris posterior атқарады. Тепе-теңдікті vestibula cerebellaris атқарады. Кеңістіктегі қалпында мысалы, және ақпаратты барлығы қосылып бізде миышқа жеткізеді. Бұдан басқа да көптеген жолдар бізде төменгі миышық аяқшасына жатады. Және мына жерден көрсек болады, қай жерде орналасқандарын: жоғарғы миышық аяқшасы, ортаңғы миышық аяқшасы, төменгі миышық аяқшасы. Келесі енді біз осы миышықтың өзінің құрылымдарын талдайтын боламыз. Енді миышықтың бізде үлесшілерге бөліп тұратын өзара миышық саңылауларын ажыратамыз. Яғни бұл терең саңылаулар fissura horizontalis cerebelli. Бұл бірінші суреттен көрсек, миышықты жоғарғы бетіне, facies superiorға және facies inferiorға бөлетін болып табылады. Келесі жүрге fissura prima. Бұл яғни біріншілік саңылау деп аталады. Терең біріншілік саңылау. Бұл бізде миышықты жоғарғы үлеске және төменгі үлеске, яғни бөлетін болып табылады. Және ең соңғысы fissura posterolateralis. Артқы латеральды саңылау. Бізде артқы үлесті, яғни lobus posteriorды міне. Lobus posterior. Осы дәл lobus posteriorда бізде тұлым сына түйінді үлес деп атаймыз. Немесе латынша lobus floccula nodularis, floccula тұлым, nodulus, яғни түйін. Осыны қарастық, мына nodulus, осы жері. Көріп тұрғанымыз екі латераль жағында flocculus деп аталады, түйінді. Енді осы жүргелердің бөлетініне қарап, жаңағы fissura primаның алдыңғы және артқы үлестерге бөлгендігін көрген болатынбыз. Енді lobus anterior cerebelli туралы айтатын болсақ, бұл fissura міне приманың жоғарғы жағында жатады. Ал қызметі аяқтың және де қолдардың бізде қимылдарының негізгі үйлесімділігін құрауға қатысады, дәлдігін қысқаша айтқанда. Енді артқы үлесі бізде lobus posterior cerebelli fissura приманың астында, және де осы fissura prima мен fissura posterolaterales екеуінің арасында жататын негізгі үлесі болып табылады. Бұл қимылдардың нәзіктігін, үйлесімділігін, қолдың, саусақтың, сонымен қоса сөйлеу бұлшықеттері, мимикалық бұлшықеттердің қозғалысын реттеуге қатысатын негізгі үлес болып табылады. Енді мына ортасында екеуін біріктіріп тұрған мидың, яғни миышықтың екі жарты шарын бұл вермис деп аталады. Lobus floccula nodularis, жаңа айтып кеткен болатын, flocculus және nodulus. Бұлар енді тұлым сына түйінді үлес деп аталады. Басқаша fissura posterolateralis'тен төмен орналасады. Жаңа айтып кеткен былайынан. Және де өзде құрт тәрізді, яғни құртты бұл вермистің құрамына кіретін. Вермис осы жақтан, яғни төменгі жағынан да көрсек болады, осы вермис болып саналады. Мына бетінде де вермис. Ол бірнеше үлесшелерден тұрады вермистің өзі. Енді қызметтері бұның тепе-теңдікті көз қозғалыстарын, яғни үйлестіру қызметі болып табылады. Және вестибула окулярлы рефлекспен тікелей байланысты. Вестибула тепе-теңдік окулярлы көз қызметін рефлекстері. Келесі. Сіздерге арнап енді мына жерде барлығы вермистің, яғни үлесшелер жаңа айтып кеткен болатын. Және вермистің көптеген үлесшелері бар, және мидың жартышарларының үлесшелері. Мына жерде вермистің үлесшелерін көре аламыз. Олардың қазақша атауы және де бөлетін жүлгелері, қазір айтып кететін боламын толық. Және бізде латынша
жаңа айтып кеткен мына мыйшықта орналасқан үлесшелер екі жарты шарында оң және сол жақ. Вермистің өзінің екі, яғни вермис superior, вермис inferior деп ажыратамыз. Жоғарғы құрт, төменгі құрт. Енді жоғарғы құртқа бізге міне лингула, мыйшық тілшігі деп аталады. Бұл кішкентай ғана, мына жер ғана қызылмен берілген. Фиссура прецентралис арқылы лобулус централиспен бөлініп тұрады. Лингула, мыйшық тілшігі, лобулус централистен орталық, яғни фиссура прецентралис арқылы бөлінеді. Бірақ ешқандай да мыйшықтың, яғни жарты шарымен байланыспайды. Келесі лобулус централис, мына жақтан көрсек болады. Бізде кульмен ұшымен, мына жерде фиссура прекульминарис бар, сол арқылы бөлініп тұрады. Ал осы лобулус централистің өзі ала лобули централимен, яғни тығыз байланысты міне, ала лобули централиспен. Бұл мыйшықтың, яғни алдыңғы үлесіне кіреді, лобус антериорға. Келесі кульменнің өзі диклайфпен негізінен фиссура прима арқылы, яғни біріншілік жүлге жаңа айтып кеткен болатынбыз, бөлініп тұрады міне, фиссура прима арқылы міне, қызыл мен жасылдың арасы. Ал кульменнің негізгі байланысатын бізде жартышары лобулус квадрангулярис. Және солай бізде диклайф фолиумнан бөлінеді, ылди фиссура посткульминарис арқылы, және диклайф лобулус симплекс қарапайым, яғни үлесшемен, сонымен байланысатын болып келеді. Және келесі фолиум, аст жағынан қарасақ болады, төменгі бейнесінен. Бұл тубермен байланысады фолиум, фиссура горизонталис арқылы екеуі, яғни бөлініп тұрады. Және де фолиум лобулус семилунарис супериор, жоғарғы жартай тәрізді үлесшемен байланысады. Ал төменгі жартай тәрізді үлесшемен тубер байланысады. Ал тубер мен пирамистің арасындағы бұл негізгі фиссура препирамидалис, пирамида мен увуланың арасында, яғни фиссура постпирамидалис. Пирамида бізде фиссура постпирамидалис, яғни лобулус бивентер қос қарыншалы үлесшемен байланысады. Міне көріп тұрғанымыз не? Лобулус бивентер, лобулус семилунарис инфериор мен жаңа айтып кеткен тубер байланысады. Және увула тілшікпен пирамистің арасында фиссура постпирамидалис бөлген болатын. Увула тонзила церебеллимен, яғни тонзила, екі тонзила. Және жаңағы құрттың құрамына біз нодулус креттедік. А нодулуспен мына дәл тұрған флоккулус, яғни екеуі бірігіп үлес түзеді. Лобус флоккула нодулярис. Негізгі білу керек, осы вермистің көріп тұрған, яғни кезек-кезегімен жоғарғыдан бастап төменгі бетіне өткендегі рет-ретмен жазылған атаулары, қазақша атауы, лингуламен, мысалы, лобулус централисті фиссура прецентралис бөледі міне арасында. Ал мысалы лобулус централис қандай үлесшемен ала лобулус централиспен байланысатын, мыйшық жарты шарында орналасқан. Бұл жерде біреу керек, құрттың өзі бірнеше үлесшеден тұрады, мыйшық жарты шарының өзі бірнеше үлесшемен тұрады, және олардың өзара байланыстары. Және ең соңында мыйшық ядроларын алып қарастырсақ болады. Мыйшықта негізгі 4 жұп ядро бар. Ол ең медиалды орналасқан, яғни құрт тәрізді, яғни вермистің ағзатында орналасқан бірінші жамылғы ядросы нуклеус фастиджи, және де екінші оған латеральды орналасқан бізде нуклеус эмбилиформис пен тығын тәрізді ядро екеуінің арасындағы бізде шар тәрізді шашыраңқы орналасқан ядролар бар. Нуклеус глобозус деп аталады. Және де нуклеус эмбилиформис пен жаңағы мынау көріп тұрған тісшелі нуклеус дентатус, оның да яғни формасы соған ұқсас келеді тісшеге. Бұл яғни нуклеус эмбилиформис осы тісшелі, яғни ядроға параллель жатыр, көрсек, соның бойымен жатыр. Және осы 4 ядроны ажыратып қарастырамыз. Мына жерде өзіміз көріп тұрған мыйшық аяқшалары, төменгі, ортаңғы, жоғарғы мыйшық аяқшалары, және де нодулусты көрсек болады. Мына жерден флоккулусты көрсек болады.
Ең білу керек бізде мыйшықтың екі жартшардан тұратыны, олардың жүлгелерін білу керек, және де құрттың вермистің бізде қандай бөліктері бар екенін, оларды қандай жүлгелері бөліп тұратындығын, және ең соңында мыйшықтың ядроларын міндетті түрде барлық студент білуге тиіс деп атаймын. Егер де видео ұнаған болса, тіркеліп достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер, және де түсінбей жүрген тақырыптарды комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде болашақта салатын боламын. Және де неврология яғни плейлистінен толық сіздер барлық 12 жұп нервті, ми бағанын, ми қыртысы, жұлын туралы барлық анатомияны толық білсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.